Қарағанды қаласындағы Станиславский атындағы орыс драма театрында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жан шуағы 27-ші облыстық фестиваль өтті. Толығырақ әріптесім Айжбек Азаматқызы тарқатады. Жан шуағы мерекелік бағдарламасы мүмкіндігі шектеулі жандардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, жаңа таланттарды ашу, жұртшылықтың назарын аудару мақсатында өткізілді. Бастысы бұл ерекше жандарды қоғамның тең мүшесі етіп қалыптастыру. Енді жылда осы жобаны біз үлесімізді қосып отырмыз. Ол өте әрине бір жағынан қиын, өзімізге де әр біздің бауырларымызды, сіңлілерімізді ойлап, мүмкіндігіміз келгенше қолдау көрсетудеміз. Сондай-ақ өнер байқауына қатысушылар саңырау және нашар еститін, зағип және нашар көретін азаматтарға арналған, мамандандырылған мәдени демалыс ұйымдарының, арнаулы әлеуметтік қызметкер көрсету орталықтарының, мүмкіндіктері шектеулі жандардың, ерікті қоғамдардың, қоғамдық бірлестіктерінің көркемөнерпаздар ұжымдары қатыспақ. Мынау мүмкіндік шектеулі адамдардың мүмкіндіктерін соларын көру, пайдалану, солардың көрсету өздерін. Сонына біз енді жалпы өзі жұмыс істеп жүргеннен кейін осы мүмкін шектеулі адамдармен жұмыс істеген біз солардың бір көпір сияқты боламыз ғой. Сондықтан бүгін үлкен бір ұйымдастырған іс-шара, біз өте қуаныштымыз. Шексіз мүмкіндіктер әлематты көрме ұйымдастырылды. Оған суретшілер, сәндік қолданбалы өнер шеберлері қатысты. Сонымен қатар біз біргеміз және бұл біздің күшіміз атты гала-концерт өтіп, әр ұйым 3-4 үздік әртүрлі жанрдағы концерттік нөмір ұсынды. Өнер бәйгесіне Қарағанды, Теміртау, Саран, Шахтинск қалалары мен Абай, Ақтоғай, Қарқаралы аудандарынан 200-ден астам қатысушылар келген. Айжбек Азаматқызы, Зұлқарнай Исмахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.